Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен жалпы қазіргі кезде 90% адамда кездесіп жатқан симптом жөтел туралы айтатын боламын. Жөтелден қалай оңай құтылуға болады және де оның алдын алу үшін не істейміз және де ол қалай пайда болады, сол туралы мен бүгінгі видеомда айтатын боламын. Соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де видеом ұнап сіздерге ұнап жататын болса, онда лайк басып, тіркеліп, арнама комментарий қалдырып кетіңіздер. Жалпы жөтел бұл жалпы организмде әсіресе көптеген организмнің органдар зақымдаған кезде кездесетін симптом болып табылады. Ол тіпті жүрек қан тамыр жүйесі, өкпе, тыныс алу жүйесінде де ең басты симптомдардың біріне осы жөтел кіреді. Жөтелдің негізгі басталу механизмі бірдей болып саналады. Егер де белгілі бір бөгде зат түсетін болса, вирус немесе бактерия болсын, ең басты бұл вирусты инфекция түседі көбінесе, және де ол тыныс жолдары арқылы түседі. Мұрыннан жалпы кірпікшелер бар бізде, өздеріңіз білетіндей, және де сол кірпікшелерден ары қарай өтіп тыныс жолына қарай кететін болады. Жоғарғы тыныс жолынан төменгі тыныс жолына қарай өтеді, және де бізде тыныс жолы білеміз, шырышты қабаттардан тұрады. Және де біздің организміміздің көп процентін су алып жатады. Егер де біздің организмімізде сұйықтық аз мөлшерде болатын болса, онда қақырықтың түзуленуі, оның тұтқырлығы бара-бара консистенциясы қиындай түседі, және де соған сәйкес организмнен жөтелдің кетуі және қақырықтың шығуы қиындай түседі. Яғни құрғақтан ылғалды жөтелге қарай ауысып, біздің жөтелден құтылуымыз өте қиынға соғып жатады. Бұны біз эскалатор сияқты деп қарасақ болады. Жалпы тыныс жолдарын түсетін зат бірден организмнен шырышты заттар арқылы, шырышты қабатымыз арқылы өтетін болады. Солай организмімізде ең жеңіл түрден ауыр формаға дейін ауру дамып кетуі мүмкін. Жөтелдің бұл даму механизмі және де жөтел бұл көбінесе тыныс алу жолдарының патологиясы кезінде пайда болатын симптом. Бронхитте, астмада, обструктивті бронхитте, жедел бронхитте және пневмонияда кездесетін симптомдардың бірі болып табылады. Және де одан бөлек жүрек қан тамыр жүйесінің зақымданулар кезінде де осы жөтел пайда болады. Бізде жөтел болған кезде біз аптекаға барамыз және де өзімізге дәрі тағайындап алып жатамыз. Тіпті дәрігерге бармай-ақ өзімізге самолечение жасаймыз да организмімізді құртып алуымыз мүмкін. Жалпы біз белгілі бір препаратты алған кезде оның сыртқы түріне де, оның сыртында не жазылып тұр, оның әсері қандай, сол туралы біз өзіміздің организмімізге немқұрайлы қарап жататындықтан көп адамдар ол тіпті дәрінің түріне де қарамайды, фарм қызметкеріне сеніп ала салады. Ол негізінен дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы дәрігердің тағайындауы бойынша негізінен дәрілерімізді алуымыз керек, немесе сыртынан мұқият түрде қарап оқу керек. Жалпы жөтелге қарсы дәрінің негізгі екі топқа бөлуге болады. Ол бірінші қақырықты бөліп шығаратын арнайы отхаркивающий қақырыққа қарсы дәрілер болатын болса, ерітіп мысалы. Ал екіншісі бұл жалпы бронходилататорлар деп айтамын. Яғни бұл көбінесе астма, хобл кезінде тағайындалатын дәрілік топтар. Жалпы екеуінің де қызметінде жөтелге қарсы әсері болады, бірақ екеуінің механизмі екі түрлі. Яғни жөтелге қарсы препарат ол жалпы жиналып қалған қақырықты консистенцияны ерітіп, жоғарғы тыныс жолына қарай барынша итеріп шығарып, солай организмімізден құтылуға тырысады. Ал бронходилататорлар, бұл деп отырғанымыз, бұл бронхтарға әсер етеді, бұл бронхтың қабырғасына ғана әсер етеді, оның кеңеюіне өзіндік әсерін тигізеді. Бұл сізде бронхта проблема болмағандықтан кері әсерін тигізіп, артынша сізде пневмония дамып кетуі мүмкін. Пневмония өте ауыр ауру. Егер де оны емдемейтін болса, тіпті өлімге дейін алып келуі мүмкін. Бұны коронавирустың кезінде де өздеріңіздің көздеріңіз жеткен болар. Адамдардың көбісі пневмониямен қайтыс болып кетіп жатты. Яғни әңгіме бұдан бөлек жөтелдің
Жөтелге қарсы дәрілердің негізгі түрлері өте көп. Сұйықтық түрінде болады, яғни сироп түрінде, таблетка түрінде болады основном. Және де оны қандай түрде ішсеңіз де болады, өзіңіздің еркіңізде, бірақ та көбінесе сироп түріндегі түрі тезірек әсер беріп жатады. Одан бөлек, жалпы біз организмімізге белгілі бір дәрі-дәрмек түсті, яғни жаңа айтылған дәрі-дәрмек, қақырыққа қарсы, жүзеге қарсы дәрі. Бұл организмге түсіп, жалпы суды өзінің бойына сіңіреді. Сөйтіп, сол арқылы шырыштандыру арқылы, жаңағыдай қақырықтың консистенциясын одан сайын сұйылтып арқылы организмнен қақырықты шығаратын болады. Ал егер де сіздің организміңізде су жетіспейтін болса, онда таблетка мүлдем әсер етпейді. Яғни сиропта, таблеткада өзіндік әсерін тигізбейтін болады. Сол үшін біз мысалы суық тиген кезде не үшін обильное питье деп айтамыз, не үшін көбірек су ішіңіз деп те айтамыз. Өйткені бұл деп отырғанымыз, организмімізде жалпы қан тамыры бар, қан бар, ол плазмадан тұрады, қан жасушаларынан тұрады, және де керекті мөлшердегі суды организмімізге түскен дәрі-дәрмек өзіне сіңіріп алады да, солай өзіндік әсерін тигізетін болады. Бұл фарм әсері дәрі-дәрмектің. Енді сіздің организміңізде су болмағандықтан бірінші очередте суды алады, одан кейін қан тамырдың бойындағы суларды алатын болады. Егер ол жақта да су болмайтын болса, онда мүлдем әсерін бермейді, тек бүйрекпен шығып кететін болады. Сол үшін егер дәрі-дәрмек сіздің организміңізге өзіндік әсерін тигізу үшін көп мөлшерде су ішу керек. Күніне, егер суық тиген болатын болса, температура болса, тұмау болатын болсаңыз, күніне 2-3 литрден су ішу керек. Жалғыз су емес, оның құрамына сорпа кіреді, чай кіреді, кофе не рекомендую. Чай, вареньемен ішсеңіз болады, немесе жылы-жылы су, салқын су мүлдем болмайды. Одан кейін сорпа, ыстық сорпа, осының барлығы сұйықтыққа жататын болады. Екінші әдіс бұл постуралдық дренаж. Постуралды дренаж деп отырғанымыз, бұл деген гимнастика деп аталады, тыныс алу гимнастикасы. Ол сіздің қазір сурет қылып салатын болам. Ішіңізбен былай үш бұрыш сияқты қылып жататын боласыз. Ішіңізге бір зат қойып жатсаңыз да болады да. Солай жату арқылы, немесе положениеңізді, жатудың положениесін өзгерту арқылы, көбінесе арқаға жатып қалмау керек. Өйткені арқада горизонталь жатқаннан кейін төменгі жақта қақырық жинала береді, оның шығу қиындайды. Сол үшін барынша көп қозғалу керек, және де осындай положениелерде жатып, көбінесе әсіресе жөтел кезінде солай қақырықты шығаруымызға болады. Солай орнынан қозғалып, ол жоғары тыныс жолына қарай тезірек өтетін болады. Жоғары тыныс жол деген жалпы жұтқыншақ, көмей, жұтқыншақ, мұрын қуысы, бронхқа дейінгілері, кеңірдек, осының барлығы жоғары тыныс жолына жатады. Осылай арқылы біз шығара алатын боламыз. Тыныс алу гимнастикалары, жаттығулар көбірек жасау керек, әсіресе кеуде аймағына, махи, қайшы жаттығуы, көкіректің аймағын көбірек қозғалтатын, қолмен жасалынатын гимнастикалық жаттығулар. Осылар жасасақ, қазір суреттерін көрсетемін, осыларды қайталасаңыздар, бұл организмге өзіндік жақсы әсерін тигізетін болады. Одан бөлек жатпаймыз, көп қозғаламыз, жөтелдім, ауырдым екен деп көп постельный режимде жата беруге де болмайды. Бөлмені проветриваться ету керек, өйткені вирус, бактерия бұл өзіңіздің жатқан помещениеде жиналып тұрып, сыртқа шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін жиі мен айтқан осы советтерді жасап тұрсаңыз, жөтел тезірек кететін болады. Жалпы қорытындылайтын болсам, бірінші ол таблеткаға немесе сиропқа алатын дәріңізге мән беріп қарау. Дәрігердің міндетті түрде назначениесі болу керек, егер де сізде басқа да созылмалы аурулар болатын болса. Одан бөлек таблеткаға қарағанда сироп жақсы әсер етеді. Сұйықтықты көп ішуіңіз керек, жылы-жылы сұйықтықтарды. Одан бөлек жатпаймыз, көп қозғаламыз, гимнастикамен айналысамыз, постуралды дренаж жасаймыз, және де соңғысы вибрациондық массаж. Ол көбінесе балаларға жасалынады, арқасын төменнен бастап бел аймағынан немесе кеуде аймағынан жоғары қарай және ұрғылау әдісі арқылы қақырықты түсіруге болады. Бұл көбінесе балаларға жасалынатын әдіс, осылай қақырықты түсіруге болады. Одан бөлек 3 жасқа дейін
ары кетсе 4 жасқа дейін балаларға міндетті түрде айтылатын ескертуім ол жаңағыдай жөтелге қарсы қақырық түсіретін дәрілерді бермеңіздер, ата-аналар. Өйткені бұл балалар қақырықты шығара алмайды. Ол организмге жиналып қала береді, сөйтіп жағдай шығару қиындау, одан сайын жағдайды қиындатып аласыздар. Осымен видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Егер ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де менің арнамның дамуына үлес қоссаңыздар деймін. Сіздерге алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.